Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен үй жағдайында денелердің тепе-теңдікте болу шарттарын қарастыратын боламыз. Ол үшін бізге мынандай екі вилка керек болады. Екі вилка. Одан кейін мынандай спичканың көмегімен біз осы екі вилканы қалай тепе-теңдікте қоюымызға болады. Осыны қарастыратын боламыз. Ол үшін мынау екі вилканы біз не істейміз? Екеуін былай жалғаймыз. Бір-біріне былай. Так, мысалы, вилкаларды жалғадық. Енді осы вилкалардың арасына біз мынаны енгізейік. Так, енгіздік. Енді бір саусақтың көмегімен біз вилкаларды былай тепе-теңдікте ұстап тұруымызға болады. Екі вилка бір саусақтың көмегімен. Тағы да біз мысалы мына ыдыстың үстіне қойып көрсететін болсам, тағы да былай бір саусақтың көмегімен екі вилканы былай ұстап тұрмыз. Енді осы ыдыстың үстіне былай қойып. Так, міне екі вилкада кішкентай мынандай спичка көмегімен тепе-теңдікте орналасып тұр. Көрініп тұр ғой. Яғни кішкентай ғана спичка екі ауыр вилканы ұстап тұр.